Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен тек қана 3 заттан тұратын дәмі өте керемет жасалу жолы оп-оңай сырдың жасалу жолымен бөлісемін. 2 литр сүттен жарты килограмм сыр алдым. Қалай жасалу жолын білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сүт пісіретін ыдысымызға 2 литр сүтімізді құйып алып, отқа қойып қайнатамыз. Үлкендеу ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып салатын боламыз. Мұнда 250 грамм қаймақ, дүкеннің қаймағы 20%. Қолдың қаймағын салуға да болады. Майлы жақсы болады, қолдың қаймағын салса. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Біздің сүтіміз қайнап бастап жатыр. 1 шай қасық тұз саламыз және жұмыртқалы массамызды саламыз. Қатты қайнағанша жоғары отта тұрады. Қайнағаннан кейін астын төмендетеміз. Неке, біздің ірімшігіміз енді іріп бастап жатыр. Сары суы шыққанша жоғары отта тұрады. Біздің ірімшігіміз дайын болып қалды. Енді оттан алатын боламыз. Ыдыстың үстіне осындай сүзгіні қойдым. Оның үстінен ақ тәкені 2 қабат етіп қойып шығамыз. Ірімшікті сүзгенде астына түсіп кетпеу үшін. Енді ірімшіктің барлығын осының үстіне салып аламыз. Сары суы астына қарай түседі. Сары судың бәрі ақ болғаннан кейін үстін престеп қоямыз. Сонда тығыз масса пайда болады. Бөлінген сары суды тастамаймыз. Одан құймақ жасауға болады. Сары суы толық ақ болғанша 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Сары суын бәрі толық ақты. Бізде 1 литрдей сары су шықты 2 литр сүттен. Енді мынандай қаймақтың ыдыстың астын пышақпен тестім, сары су ағып кету үшін. Енді осыны үстін қатты басып, престеп 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Өзінің формасын ұстайтын қатты масса болғанша қатты престейміз. Банкіге су толтырып үстіне қойдым. Суының бәрін сыртқа шығып кетеді 5-6 сағат тұрғаннан кейін. 6 сағаттай уақыт өтті. Енді сырымызды көреміз. Неке қатты сыр пайда болды. Қазір салмағын өлшейміз. 2 литр сүттен 500 грамм, яғни жарты килограмм сыр шықты. Енді кесіп көрсететін боламын. Неке. Осылай өздеріңізде үйде жасасаңыздар болады. Достар, осымен біздің сырымыз дайын. Сіздер де дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіздер.
Осылай жасасаңыздар дүкеннен сатып алмайтын боласыздар. Табиғи, таза, қолдан өздеріңіз жасап жейтін боласыздар. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.